Сәлеметсіңдер ме балалар? Мен бауыр сағатамын. Бүгін сендермен әр түрлі пішіндердің атауларын үйренеміз. Балақай, мынау үш бұрыш. Үш бұрыш. Қайталашы, үш бұрыш. Ал мынау шаршы. Шаршы деген пішін. Кәне, айтып көрші, шаршы. Тамаша. Көрдің бе? Мына заттар шаршыға ұқсайды. Есіне сақтап ала ғой. Кәне айтып көрші. Мына екеуінің қайсысы шаршы? Тамаша. Жарайсың. Мынаның аты шеңбер. Домалақ допқа ұқсайтын пішін. Шеңбер. Тамақ ішетін тәрелке мен аспандағы күнде шеңбер сияқты домалақ болады. Ал мына теледидар қандай пішінге ұқсайды екен? Балақай, білесің бе? Әрине, бұл тік төрт бұрыш. Тік төрт бұрыш. Тік төрт бұрыш. Мынау сопақ деген пішін. Сопақ. Жұмыртқаға ұқсайды. Сопақ. Жарайсың. Шаршаған шығарсың, ботақан. Кел, пішіндер туралы ән тыңдап сергіп алайық. Шаршы сопақ шеңберді жаттап алшы балақай. Төрт бұрыш пен үш бұрыш, екі дос қой алақай. Пішіндер, пішіндер, барлық жерден көреміз. Пішіндер, пішіндер, әнмен жаттап жүреміз. Пицца үш бұрыш сияқты, шеңбер күнге ұқсайды. Шаршы деген жастық қой, сопақ сен жұмыртқасың ғой. Пішіндер, пішіндер, барлық жерден көреміз. Пішіндер, пішіндер, әнмен жаттап жүреміз. Бәрекелді! Енді сабағымызды жалғастырайық, балақай. Кәне, мына заттардың арасынан сопаққа ұқсайтынды таба қойшы. Дұрыс таптың, тамаша. Мына екеуінің қайсы сопақ, балақай? Дұрыс. Мынау сопақ, ал мынау тік бұрыш. Тағы да қайталайықшы. Үш бұрыш, шеңбер, сопақ, тік бұрыш, шаршы. Жарайсың, балақай. Бүгінгі сабақ аяқталды. Келесі кездескенше сау бола ғой.